Бірінші мысал. X-тің қандай мәнде пат X көп мүшесі ең кіші мәнді қабылдайды дейді. Сол мәнді табыңдар. Шешу. Пат X көп мүшесін көшіріп жазайық. Тең X квадрат қосылған 6X қосылған 29. Осы көп мүшеден толық квадратты бөліп шығарайық. Тең. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын еске түсірейік. Қысқаша көбейту формуласы бізде қалай еді? Ол бізде А квадрат қосылған 2AB қосылған B квадрат. Бұл бізде қосындының квадратына тең. Осы қысқаша көбейту формуласын пайдаланып, біз мына көп мүшеден толық квадратты бөліп алайық. Жақсы, қараңыздар. Бірінші бізде x квадрат деп тұр. Қосылған. Формула бойынша бізде 2 тұр. Жазып қояйық. Енді қараңыздар. Біз мұнда a-ның орнына x деп тұр. A-ның орнында x деп тұр. Яғни бізде a-мыз тең екен x-қа. Енді формулада қараңыздар. Бізде формулада бұл жерде a тұр. Ал a-ның орнына біз жаңа айттық. x тұр. Демек, x-ті жазамыз. Көбейту. Енді қараңыздар. Бізде мұнда 6x деп тұр. Яғни мына жерде бізде 6x шығу керек. 6x шығу үшін біз 2x-ті көбейту керекпіз 3-ке. Болдық. Сонда қараңыздар, бізде b-ның орнында 3 тұр екен. Жазып қойып, b-ның орнында 3 тұр екен. Енді формула бойынша қосылған b-ның квадраты. Яғни бізде b-ның орнында 3 тұр. Онда 3-тің квадраты деп жазамыз. Енді қараңыздар. Біз мына 3-тің квадратын өзіміз қостық. Демек, қосқан нәрсемізді, енді біз аз етсеміз артық нәрсемізді. Енді бізде қалғанды жазамыз. Қосу 29 бар. Қосу 29 деп жазайық. Тең. Енді қараңыздар. Міне мынауымыз бізде қысқаша көбейту формуласының көмегімен қосындының квадраты болып кетеді. Яғни a плюс b-ның квадраты, ал біздің жағдайда a-ның орнында x, b-ның орнында 3, яғни x қосылған 3-тің квадраты болып кетеді. Қалған есептейік. Минус 3 квадрат қосу 29. 3-тің квадраты 9-ға тең, минус 9 қосу 29, ол бізде 20-ға тең. Толық квадратты бөліп алдық. Астына шыққанын жазып қояйық. Сонда біздің пат x көп мүшемізді былай жазуға болады екен. X қосылған 3-тің квадраты қосылған 20. Енді қараңыздар. Бізден сұрап тұр. Мына көп мүшеміз қандай ең кіші мәнді қабылдайды дейді. Ол үшін біз жаңағы айтып кеткен қасиетті жазайық. Кез келген санның квадраты бізде, мысалы, t квадрат болсын. Кез келген санның квадраты, ол бізде 0-ден үлкен немесе оған тең. Ал бізде t-ның орнында қараңыздар, мына жерде жақша тұр. Жақшаның квадраты. Яғни біздің x қосылған 3-іміздің квадраты үлкеніне тең 0-ден. Енді қараңыздар. Бізде ең кіші мән қабылдау үшін қараңыздар. Бізге осы 20 санына қосылу керек ең кіші сан. 20 санына қосылу керек ең кіші сан. А бізде x қосылған 3-тің квадраты ең кіші мәнді қабылдайды, егер де мына жерде 0 болса. Яғни біздің x қосылған 3-тің квадраты бізде тең болу керек 0-ге. Еске түсіреміз. Сонда біз
қандай санның квадраты нөлге тең екен? Ол бізде тек бір санның квадраты, ол егер нөлдің квадраты нөлге тең болады. Яғни жақшаның ішіндегі өрнек бізде нөлге тең болу керек. X қосылған 3 тең болу керек бізде нөлге. Осы теңдеуді шешеміз. Яғни біздің X-іміз тең болу керек -3-ке. Енді қараңыздар. Сонда X тең -3 болған кезде, мына көп мүшеміздің мәні ең кіші мәнге ие болады екен. Есептейік. Сонда бізге табу керек P ат -3-тің мәнін. Қойық, сонда бізде мына жерге -3-ті. -3 қосылған 3 квадратта қосылған 20-ға тең. -3 қосылған 3 ол 0-ге тең. Оның квадраты ол да 0-ге тең. 0-ді қосамыз 20-ға, сонда мәні 20-ға тең екен. Сонда ең кіші мән біздің көп мүшеміздің ол 20-ға тең екен. Жауабы 20. Есеп аяқталды. Екінші мысал. X-тің қандай мәнде P ат X көп мүшесі ең үлкен мәнді қабылдайды? Сол мәнді тап дейді. Шешу. Алдымен берілген көшірілді. P ат X тең -x квадрат қосылған 8x қосылған 7. Осы көп мүшеден толық квадратты бөліп алайық. Толық квадратты бөліп алу үшін бізге қысқаша көбейту формуласы көмектеседі. Еске түсірейік. Ол үшін бізге керек айырманың квадраты. Яғни а квадрат алынған 2ab қосылған b квадрат. Неге айырманың квадраты деп ойласаңыздар, так, мына жерде тоқтаңыздар. Мына жерде менде айырманың квадраты емес, алдымен қараңыздар. Мына жерден біз минусты жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Жақшаның сыртына минусты шығарып жіберейік. Минус, мынандай жақша жазып қояйық. Мына жерден минусты шығарып жіберген кезде көп мүшенің әрбір мүшесі қарама-қарсы таңбаға ие болады. Яғни мынауымыз плюске, мынауымыз минуске, мынаны минуске өзгертеміз. Сонда бізде x квадрат минус 8x минус 7. Жақшаны жабамыз. Енді қысқаша көбейту формуласының көмегімен біз осы жақшаның ішіндегі өрнектен толық квадратты бөліп алайық. Ол үшін бізде жаңағы айтылған айырманың квадраты формуласы көмектеседі. Сол формуланы жазып қояйық. А квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Бұл бізде а минус b-ның квадраты. Көп мүшемізге оралайық. Жақшаны және оның сыртында минусты жазып қояйық. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде x квадрат тұр, оны жазып қояйық. Алынған форма бойынша бізде 2 тұр. 2-ні жазайық. Бізде енді а-ны қарайық. А бізде неге тең екен? Біз жаңа жазып қойдық а квадраттың орнына x квадратты. Демек, а-мыз бізде тең x-қа. Яғни мына жердегі а-ның орнына біз x-ті жазамыз. Көбейтілген. Қараңыз. Енді b-ны табайық. b бізде табу үшін біз қараймыз. Мына жерде бізде 8x шығу керек. 2x-ті біз көбейту керекпіз. Сонда 4-ге. Сонда бізде 8x шығады. Енді қараңыздар, формулада бізде b-ның орнында мында 4 тұр. Яғни b-мыз тең
4-ке. Енді формуладағы қосу b квадратты жазайық, яғни қосу 4-тің квадраты. Біз артық нәрсені қостық, 4-тің квадраты. Енді оны азайтып тастау керекпіз. Азайтылған 4-тің квадраты. Және бізде бар көпмүшеде азайтылған 7. Жашаны жабайық. Тең. Толық квадраты бөліп алайық. Ол бізде жаңағы айтылғанымыз айырманың квадраты. Не қоршап қойдық. Бұл бізде сонда x алынған 4-тің квадраты болып кетеді. Яғни мына жерде тұрған өрнектің орнына біз x алынған 4-тің квадратын жазамыз. Жазайық. Сонда минус жақша x алынған 4-тің квадраты қалғанын жазайық есептеп. Мұнда квадраттайық. 4-тің квадраты 16, минус 16, минус 7, жақша жабылған. Әзірге минус тұра берсін бізде. Минус x минус 4-тің квадраты, минус 16, минус 7 бізде болады минус 23. Жақшаны жабайық. Енді мына сыртында тұрған үлкен жақшаны ашайық. Мына жерде үлкен жақшаның алдында минус тұр. Ашқан кезде таңбалар қарама-қарсы өзгереді. Мынауымыз плюске өзгереді. Мына жердегі тұрған плюсіміз минуске өзгереді. Сосын жазған кезде біз мына 23-ті бірінші жазайық. Сонда бізде 23 алынған x минус 4-тің квадраты. Біз көп мүшемізден толық квадратты бөліп алдық. Жазып қойық астына. P от x көп мүшемізді сонда бұлай жазуға болады екен. 23 алынған x минус 4-тің квадраты. Енді есептегі сұраққа оралайық. Бізде квадрат үш мүшенің ең үлкен мәнін табу керек. Енді қараңыз. Бізде x минус 4-тің квадраты ол бізде теріс емес сан. Ал 23-тен қандай теріс емес санды азайтқан кезде ол ең үлкен мәнге ие болады. Ол бізде тек бір жағдай. Ол егер мына жердегі өрнегіміз 0-ге тең болса. Яғни x минус 3-тің квадраты тең болса 0-ге. Енді қарайық. Мына теңдеуді шешу керек. Жаңағындай еске түсіреміз. Бізде тек бір санның квадраты ол 0-ге тең. Ол 0-дің өзіне. Яғни x минус 3 бізде тең болу керек 0-ге. Қарапайым сызық теңдеуді шығарамыз. Яғни x-іміз тең болу керек екен 3-ке. Біз таптық x-ті. Бізге табу керек, енді қараңыздар, мәнді. Яғни p от x көп мүшесінің мәнін табу керек 3 деген нүктеде. Есептейік. Сонда бізге керек p от 3-ті есептеу. Бізге қоюға болады. Мына жерге, немесе мына жерге қойып есептесек те болады. Біз ең соңына қойып есептейік. Ыңғайлы өйткені бізде онда x-тің орнына 3-ті қойып есептейік. Сонда p от 3 тең 23 алынған жақшаның ішінде x-тің орнына 3-ті қоям. 3. Так, мен мұнда неге 3 деп қойдым? Менде мұнда қате кетіп қой. Қараңыздар, мұнда менде 3 емес, мұнда 4 қой. Мына жерде менде қате кетті. Мұнда 3 емес, мұнда 4. Яғни мұнда 4 болады. И мұнда менде 4 болады. Және мұнда 4 болады. Кешіріңдер, менде қате кетті. Сонда 23 алынған 4 азайтылған 4-тің квадраты. Ол тең 23-ке. Сонда ең үлкен мәніміз 23 екен. Жауабы 23. Есеп аяқталды.